Былғары қолғап шеберлері. Бокс ежелден келе жатқан спорт түрлерінің бірі. Бұл спорт адамның күшін, ептілігін, жылдамдығын және шыдамдылығын дамытады. Боксшылар арнайы былғары қолғап киіп, рингте өз қарсыластарымен жекпе-жекке шығады. Былғары қолғап боксшылардың ең маңызды қорғаныс құралдарының бірі. Ол қолды жарақаттанудан сақтап, соққының күшін азайтуға көмектеседі. Боксшылар қолғаптарын мұқият таңдап, олардың сапасына ерекше мән береді. Жеңіл әрі ыңғайлы қолғап боксшының қозғалысына кедергі жасамайды және қолын жарақаттан қорғайды. Бокстың негізгі әдістерінің бірі қорғаныс техникасы. Қарсыластың соққысынан қорғану үшін боксшы жылдам қимылдап, қолдарын дұрыс қою керек. Сонымен қатар, ол шабуыл жасағанда қарсыласының әлсіз тұстарын дәл таба білуі маңызды. Жақсы дайындалған боксшы тек күшті ғана емес, сонымен қатар ақылды әрі стратегиялық ойлау қабілеті жоғары спортшы болуы тиіс. Көптеген жасөспірімдер бокспен айналысуды армандайды. Олар өздеріне үлгі тұтатын атақты боксшылардың жекпе-жектерін қарап, олардың жаттығу тәсілдерін үйренеді. Алайда, бокс тек күш сынасу емес, ол тәртіпті, шыдамдылықты және ерік-жігерді талап ететін спорт. Боксты жақсы меңгеру үшін жаттығуларды жүйелі түрде орындап, дұрыс тамақтану және спорттық режимді сақтау қажет. Бапкердің кеңестері мен тәжірибесі боксшының шеберлігін арттыруға көмектеседі. Ең бастысы, кез келген спорт түрінде адалдық, сыйластық және тәртіп бірінші орында тұруы керек. Бокс тек жекпе-жек өнері ғана емес, сонымен қатар адамның өз-өзіне деген сенімділігін арттыратын спорт. Былғары қолғап шеберлері рингтің нағыз батырлары.